Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен жоғары инженерлік технологиялық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы, ветеринария ғылымының магистрі Жұбанышева Гүлдәурен Қажыбайқызы. Бүгінгі жануарлар анатомиясы және физиологиясы пәні бойынша өтетін кезекті тақырыбымыз омыртқа жотасы, қабырғалар және төс сүйегі құрылысы. Жалпы көкірек омыртқасы дегеніміз не? Көкірек омыртқасы латын тілінде vertebra thoracis, яғни сіздер қосымша осы жануарлар анатомия пәні бойынша сөздік дәптер бастайсыз. Күнделікті сөздік дәптерін қазақша және латын екіге бөлу арқылы қазақша және латын тілінде жазып отырасыздар. Күнделікті кездескен жаңа сөздерді сол сөздік дәптерлеріңізге тіркеп отырыңыздар. Яғни бүгінгі жаңа сөз көкірек омыртқасы vertebra thoracis. Ірі қараның көкірек омыртқасы денесінен және доғашығынан тұрады. Яғни денесінің краниальды жағына дөңес омыртқа басын, ал каудальды жағына ойыс келген омыртқа шұңқырын көреміз. Ал көршілес жатқан омыртқалар бір-бірімен бастары және шұңқырлар арқылы байланысып, және де краниальды каудальды қабырға шұңқырын сонымен қатар байқайсыздар. Доғашықта краниальды және каудальды буын өсінділері болады. Олар көршілес жатқан омыртқалардың доғашықтары арқылы бірігеді. Яғни доғашық түбірінің алдыңғы жағында краниальды жұп омыртқа ойықтары болса, ал артыңғы каудальды омыртқа ойықтары олар жұлын ми нервісі арқылы, яғни артерия арқылы өтеді. Доғашықтың латеральды жағынан көлденең өсінділері шығып, көлденең қабырғалы шұңқырлар мен емізікше тәрізді өсінділері орналасады. Доғашықтың дорсальды жағынан жоталық өсіндісін көруге және көкірек омыртқасында ғана ұзын болып келеді. Яғни бұл суретте сіздер көріп отырғандарыңыздай көкірек омыртқасы белгіленген, және де сіз осы суретті остеология дәптерлеріңізге түсіріп алыңыздар. Жылқы көкірек омыртқасының саны 18-19, олардың денесі қысқа, басы және шұңқыры жалпақ келеді. Вентральды қыры өте жақсы жетілген, соған байланысты денесі үшбұрыш пішінді. Краниальды және каудальды қабырға ойықтары өте тереңделіп келген, жоталық өсіндісінің ұшы жуан, кейде екіге бөлінеді, яғни ол латеральды омыртқа тесігінің орнына каудальды жұп омыртқа ойығы болатын болса, алдыңғы жатқан омыртқаның краниальды омыртқа ойығымен бірігіп нервпен, яғни жүйкелермен қан тамырлар өтетін омыртқа аралық тесігін түзеді. Ал шошқада көкірек омыртқасының денесі цилиндр пішінді, яғни вентральды қыры жетілмеген, көлденең өсінділерінде көлденең саңылаулары болады. Саны 14-16. Қабырға косты латын тілінде коста деген ұғымды білдіреді. Ірі қарада 13, жылқыда 18-19, шошқада 14-16 жұп болады. Олар қабырға сүйегінен және қабырға шеміршегінен тұрады. Қабырға сүйегінің екі ұшы болады. Омыртқаға бағытталған дорсальды ұшы және төс сүйегіне бағытталған вентральды ұшы. Омыртқа аралық ұшында басы, мойын, төмпегі және бұрышы болатын болса, қабырғаның денесі жалпақ және тегіс болады. Латеральды жағы сүйірленіп, ал медиальды жағы ойыстанып келеді. Ойыстанып келген краниальды жағында бұлшықет науасы болады, сүйірленіп келген жағында каудальды тамырлар науасы болады. Ірі қарада 8 жұп шын қабырғасы болады, олар шеміршек ұштары төспен бірігіп, қалған қабырғалары жалған деп аталады. Жылқының қабырғасы ірі қарамен салыстырғанда дөңгелек келген, латеральды жағына қарай сүйірленіп, доға түрінде көрінеді. Қабырға бұрышы нарықша жетіліп, шын қабырғасы 8 жұп болады. Шошқаның қабырғасында ірі қараға қарағанда қабырға бұрышы өте жақсы жетілген, сондықтан қабырға үтір пішінді болып, шын қабырғасы 6-8 жұп болады. Мұнда сурет
берілген. Сол суреттеріңізді дәптерлеріңізге, сурет дәптерлеріңізге түсіріп алыңыздар. Келесі төс. Латын тілінде стернум көкірек торабының төменгі қабырғасын құрайды. Ірі қарада ол сабынан, денесінен және семсер тәрізді өсіндісінен тұрады. Сабы краниалды жағына бағытталған бүйірлерінде алдыңғы қабырға шеміршектеріне арналған жұп шұңқырлары болады. Яғни сабы денесіне буын арқылы бірігетін болса, денесі синхондрозбен біріккен 6 сегменттен тұрады. Яғни бұл 6 жұп қабырға ойықтары болады. Ал шын қабырғалармен бірігу үшін семсер тәрізді өсінді каудальды жағына бағытталып, семсер тәрізді шемірушегі жалпақ, жұқа келген шеміршек пластинка болып келеді. Жылқы төсінің сабында шеміршекті қосымша өсіндісі болады. Денесінде 7 қабырға ойықтары орналасады. Шошқаның төс сүйегінің сабы тік бұрышты болып келеді және бірінші жұп қабырғаға арналған қабырғалар ойығы болады. 4 сегменттен тұратын денесінде, яғни 5 жұп қабырға ойығы болады. Ал семсер тәрізді шеміршегі қысқа, ұзынша және сопақша пішінді болып келеді. Бұл жерде көріп отқандарыңыздай суреттерді міндетті түрде сызбасымен остеология сурет дәптеріне түсіріп алыңыздар. Және де қосымша үйге тапсырма сіздерге бақылау сұрақтары, яғни бүгінгі өткен және тақырыптар бойынша сұрақтарға жауап беру арқылы келесі сабаққа дайындалып келеміз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.